Ассалаумағалейкум, сіздермен ауылдағы гараж. Бүгін бізде мына бір Nexia жиналып тұрған күйін видеоға түсіріп үлгермей қалдым. Нұржан ағам алдын шашып тастады. Жалпы проемдармен қоса бұл көлікті әдемілеп бояп шығу керек. Алдыңғы бампер бізде жарамайды, сынған жерлер өте көп. Жалпы бұл бампер қолжетімсіз емес, сол себепті бұл бамперді ауыстырған дұрыс. Сынған жерлер өте көп. Жалпы көліктің жағдайы өте нашар деп айтуға болады. Алдыңғы боялған кезде дұрыс емес боялған, шпаклевкілер сынып жатыр. Краскіде мүлде жылтыр жоқ. Краска полосамен боялған. Жалпы қайта-қайта біреуді жамандап айта бергім келмейді, бірақ та өте үлкен қателіктер жіберілген. Мына жерде міне резиналарға краска үстіне мініп кеткен, міне аппақ болып көрініп тұр. Бұл өте үлкен қателік. Жалпы көрініс, есікте майысқан жерлер бар, астық жақтардың бәрі тат басқан. Мына жақта Nexia-ның ауруы, бұның бәрін қалпына келтіру керек. Артқы бамперді ойланып көреміз, мүмкін ауыстырамыз. Мына жақта бампер крыло майысып кеткен. Осы жағын шығару керек. Сосын бізде мына есікте топса сынып кеткен. Топса сынғасын көтеріп орбы жауып, мына жақта жоғары жағы ашылып кеткен, міне осының бәрін қалпына келтіру керек. Жалпы есіктің ашылуы жақсы, бірақ жабылуы қиын. Астыңғы топса сынып кеткен, көрініп тұр ма? Осыны сваркілеу керек әдемілеп. Жалпы міне жабылуы төмен салбырап тұр. Көтеріп жабу керек. Жалпы осылай міне қазір көтерген кезде міне мынанша люфті бар бізде. Осыны сваркілеу керек. Мына жақта тат басып кеткен, шпаклевка жағылған, олар сынып жатыр. Жалпы барлық есіктің астық жақтары осындай тат басып жатыр. Осының бәрін әдемілеп тазалау керек. Мынаның ішкі жағына жылта жерге краска ұрған, ол түсіп жатыр. Терезе көтеретіндерді ауыстыру керек. Мүмкін электропакетке ауыстырамыз. Бірінші красканы бояп болайық, сосын ары қарай ойланып көреміз қалай болатынын. Мына крылоны өзін шығарамыз деп ойлап едік, бірақ қатты шіріп кеткен екен. Астында сынған жерлерін сварка мүлде ұстамай қалады, сол себепті бұл крылоны ауыстырамыз. Телевизор жағы бізде қотыр-қотыр болып жатыр. Осының бәрін тегістеп әдемілеп шкуклеу керек. Ішкі жағында әдемілеп краскілеу керек. Жалпы бұл көліктің моторына жөндеуіміз керек. Мотор май жеп тұр. Ішінен де кетіп жатыр, сыртынан да кетіп жатыр. Жалпы мотор жерге түсіріп аламыз. Енді оған отдельный видео түсіретін шығармыз. Алдағы уақытта көреміз қалай болатынын. Жалпы жағдай осындай. Тат басқан жерлерін ақырындап тазалап келе жатырмыз. Мына жақтан былай тазалап келе жатып қарасам, есіктің ішкі жағы кәдімгідей шіріп жатыр. Ана жақ енді қол жетпейді. Сол себепті есікті шешіп алуымыз керек. Есікті шешіп алдық, жағдай өте нашар. Мына жақ сваркіленіп тас жетілген екен, бірақ бетіне ештеңе жағылмаған. Мынаның бәрін тазалап, әдемілеп герметик жағамыз. Тат басқан жердің барлығын тазалап, эпоксидный грунт шашып қойдық. Бұл бізде сәл де болса краскіге татты шығармай ұстап тұрады. Жалпы жақсылап кепкесін әдемілеп шкуклейміз. Сосын шпаклевка жағатын жері болса шпаклевка жағамыз. Ары қарай уже үстіне тағы да грунтовка шашамыз. Грунтовка жақсылап кеуіп, шкуклеп, әдемілеп скотчтап қойдық. Қазір обезжирка жасаймыз. Есіктерін бәрін алып тастадық. Осылай бояған бізге ыңғайлы болып тұр. Жалпы краска бізде акрил. Тойдырып 3 слой шашамыз. Бірінші, екінші слой орташа, үшінші слойда өте сұйық етеміз. Бұйырса пісімілі деп бастаймыз.
Мына жақта дискінде бояу керек, краскілерді түспаған әдемілеп шкуглеу керек. Жалпы 4 дискінің де жағдайы осындай. Мына әдемілеп шкуглеп қойдық, енді грунтовкасыз дайын баллончиктегі краскінің өзін шашамыз. Ескілерді бұлай әліп қойдық, артқы бамперді кіргіздік, капот пен молдингдар сыймай қалды. Бұйырса мыналар кепкесін, капот пен молдингдарды тағы да бөлек бояймыз. Ескілерді бояп кептіріп орнына әліп қойдық. Жалпы краска бізде жақсы шықты, еш жерінде потек жоқ. Кішкентай, бірақ өте үлкен кешірілмес қателік жіберіп қойдық. Мына жерде қазір көрініп тұр ма? Мына жақта көрінбей тұр, мына жерде көрініп тұр, міне бамперде. Осындай красканың астында қылшықтар қалып қойды. Бұл обезжирка жасаған кездегі тряпкіден қалған қылшықтар. Тек осы бірінші бояған кузовта бар, ал соңынан бояған мына есіктерде жоқ, өйткені мен мына жақты липкий салфеткамен өткен болатынмын. Ал кузовты мен липкий салфеткамен өтуді ұмытып кетіппін. Қылшық бар жерлерді 2 минут мына жақпен шкуклеп көреміз. Теп-тегіс әдемі болып шығатын болса, онда полный полировка жасаймыз. Ал егер қылшық жұлынып қалып астына грунтовка немесе есік краска көрініп қалатын болса, онда қайта краскілеуден басқа амал жоқ. Осымен бүгінгі видеоны аяқтайын деп отырмыз. Келесі видеода бұйырса толықтай жинап, моторын жөндейтін боламыз. Видеоны лайк басып арнаға тіркеліп кетіңіздер. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.